Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен біз бір шаңырақ астында подкасты. Сіздермен қайта жүздескенімізге қатты қуаныштымыз. Бүгінгі бізде қонақта қостанайлық Бимичева Аннель ханым. Қош келдіңіз, Аннель ханым. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Осы подкаст шыққаннан кейін барша қостанайлықтар, оның ішінде қоғамдық келісім, достық үйлердің қызметкерлері өте қатты қуанады деген ойдамыз. Себебі сіздің есіміңіз бар ол жақта Қостанай қаласында. Жалпы өйткені сіздің жалпы тарихыңызды қарасам, осы подкастқа дайындалардың алдында сізді шамалы зерттеген кезде көрдім, барлық телеарналарда неше түрлі бағдарламалар жүргізген екенсіз. Сондықтан да осы подкастты көріп қостанайлықтар тағы да бір қуанып қалады деген үлкен ойдамыз. Қош келдіңіз. Рахмет шақырғаныңыз үшін ең біріншіден, және де армысыздар құрметті көрермендер дегім келеді. Бүгін осы сұхбат беруге өте қуаныштымын. Ең алдымен, Аннель ханым, өзіңізді біздің көрермендерімізге таныстырып өтсеңіз. Жаңа айтып өттім, қостанайлықсыз, бірақ бұдан басқа қандай қызығушылықтарыңыз бар, не нәрсеге қызығасыз, мүмкін хоббиіңіз бар? Байқап отырмын, қазақ тіліңіз өте керемет. Рахмет. Өте тап-таза сөйлеп отырсыз. Өзіңіз туралы шағын айтып кетсеңіз. Негізі мен қазіргі таңда Евразия ұлттық университетінің тарих факультетінің жалпы осы магистранты болып саналамын. 2-ші курста оқимын, және жақында осы диссертациялық жұмысқа байланысты енді біршама зерттеулер жүргізіп отырмын. Ең бастысы әрине Қостанайды дамытайын, Қостанайдың тарихын зерттейін деп қазіргі таңда осы қазақ зиялы өкілдерінің 20-30 жылдардағы 20 ғасыр ғой, осы 20 ғасырдағы жұмысын Қостанай төңірегінде зерттеп отырмын. Бұл менің ең басты осы 2 жыл төңірегіндегі қызығушылығым, себебі әрине әр бос уақытты енді зерттеуге арнауға тырысамын. Дегенмен ең бірінші сондай қызығушылығым бұл әрине ән мен би, себебі жалпы ассамблеяға да келуім, және де ассамблеяда қалып осы волонтер болуым осы ән айту қабілетінен басталды, және де бұл үшін өте қуаныштымын. Мен айтқанымдай, ең бірінші ән айту қабілетім, екінші қазақ тілі қабілетім, қазақ тілін білу қабілетім. Енді бұл қазіргі таңда менің өмірімде жол ашып, есік ашып келе жатқан осындай бір дағдылардың бірі. Сонымен қатар енді тағы бір қызығушылығым, енді тарихшы болсам да, бұл әрине журналистика. 2017 жылдан бері осы журналистика, және жалпы тарихқа қызығушылығым оның алдында басталды. Тіпті 5-ші сыныпта 2013-2014 жылдары басталса, 17 жылдан бері осы екі осындай бір бағыттарды бірге алып жүремін деп айтсам болады. Тарихқа қызығушылығыңызды байқадық. Осы жақында ғана Қостанай қаласында болдық. Ұлы даланың ұлтаралық тіл деген үлкен форум өтті. Барлық өңірлерден келді қатысушылар. Сол кезде байқадық, барлық қатысушыларды осы Ыбырай Алтынсариннің кесенесіне алып бара жатқан кезде байқадық. Сіз сол туралы барлық тарихты айтып бердіңіз, қандай қызықты фактілерді де бөлістіңіз. Сол жерде байқалды жалпы тарихқа қызығушылығыңызды. Жалпы Аннель ханым, өзіңіз жаңа қазақ тіліне қатысты айтып қалдыңыз. Соған байланысты қояр сұрағым, өзіңіз енді мектепте қазақ сыныбын бітірдіңіз, және де соған қазақ сыныбына, 1-ші сыныптан бастап қазақ сыныбына баруыңызға нағашы атаңыз себепкер болыпты. Жалпы сұрайын дегенім, қалай ынталандырды сізді нағашы атаңыз? Бұл ретте айтарым, енді мектеп алдында тіпті қазақ балабақшасына да берген еді атам, бірақ енді нағашы атам деп айта алмаймын. Негізі нағашы дегенде ол кісі өте қатты бұл сөзді ұнатпайтын. Жоқ, атам қайдағы нағашы, себебі дәл солай айтатын маған ұрсып. Нағашы емеспіз, сенің
ең жақын адамдарыңбыз деп. Неліктен? Себебі негізі дәл сол Нияз Махметович Жұмабаев атамның қолында өстім. Әжем де бұл ретте анама көмектесіп, сол кісілер тәрбиелеген еді. Бірақ өзімді атамның қызы деп санаймын. Енді бұл ретте келгенде атам неге екенін білмеймін. Болашаққа қарадым, қалай білгенін білмеймін, бірақ қазақ тілі өміріңде өте қатты көмектеседі, біршама жол ашады деп осы қазақ мектебіне де, қазақ балабақшасына да берді. Балабақшада осындай бір ең сүйікті тәрбиеленушілердің бірі болдым. Ең пысық, сондай бір әрбір іске керек болса көмектесе алатын. Ал мектепте кішкене бұл кезде 4-ші сыныпқа дейін үштік алатынмын. Кішкене бұл жерде қиындық болды. Атамның өзі көмектесті. Өте көмектескені бар. Өзі профессор, тарих ғылымдарының кандидаты. Сол атамның жолын қуып, енді мен де тарихшы болдым. Дегенімен енді өзі барлық сабақтарға көмектесіп, менімен бірге әдебиет болсын, дүниетану болсын, тағы басқа сабақтарды оқуға көмектесті. Бірақ сол математика мен қазақ тілі үйрене келе, сол үштік деген бағалар дәл сол пәндерден болатын. Дегенімен енді 4-ші сыныпқа қарай атам қатты науқастанып қалды. Сол кезден бастап өзім сабаққа ынталана бастадым. Жақсы көңілдерін түсірмейінші деп, бұл жағынан осы ең бірінші ынтаным сол болды. Ал екіншіден осы қазақ тілін дамытуға, өзім жақсы үйренуге, әрі қарай алып кетуге енді қазақ әдебиеті үлкен септігін тигізді. Бұл ретте атамның ақын достары бар еді, тағы басқа осындай бір Қостанайдың танымал адамдармен жақсы қарым-қатынаста еді. Ол кісілердің арасында жүріп, тіпті отбасылық бір мерекелерде сол кісілер қонаққа келетін, олардың әңгімелерін естіп, тіпті өзім де өлең шығара бастаған кезім болды. Әрине қазір өлең жазбаймын, бірақ дегенімен енді сол кезде осындай қандай адамдардың арасында жүресің, сол энергетиканы өзіне сіңіресің дейтін сондай бір ұғым бар ғой. Енді осыған орай шығар, жалпы осындай адамдардың арасында жүріп, тіпті маған да, менің бойыма да осындай бір талпыныс, әдебиетке, тарихқа деген талпыныс жалпы сіңген болар деп ойлаймын. Сосын 5-6 сыныптарда енді қазақ тілін одан әрі дамытып, үйреніп дегендей бестіктер ала бастадым. Бірақ әрине тіпті кілем 5-ке оқи алмадым. Сол үшін енді кішкене өзімді ұрысқаным бар. Бірақ мектепті жалғыз ғана 4, орыс тілінен сол ғана 4 болды аттестатта. Осындай бір бағалармен аяқтадым. Барлығы 5, тек орыс тілінен 4. Керемет. Қазақ тілі барлығы 5, бірақ орыс тілінен 4-ке шығу барлығымызда да ондай болды. Керемет. Жаңа басында айттыңыз, журналистикада да жұмыс жасадым деп, 17-тен бастап, қателеспесем. 2017 жылы ең бірінші бізде балалар шығармашылық мектебі бар. Мектеппен қатар сол мектепке бардым. Бұл жерде журналистикадан осындай бір біздің Қостанайға танымал өзінің қайырымдылық жобалары бар Мария Шиланың қол астында журналистиканың қыр-сырын үйреніп, газетке мақала жариялай бастадым. Ал негізі журналистік дипломым жоқ, бірақ дегенімен сонымен қатар Ақерке Берлебай сияқты сондай бір пиар менеджерлердің сабақтарына, онлайн сабақтары 2020 жылдары өтсе сондай танымал болушы еді ғой. Соларға қатысып, біршама журналистикадан білімімді жетілдіруге тырыстым. Көбіне мені тарихшы ретінде танымайды. Тіпті мектеп кезінде де кейбірі менің мектеп оқушы екенімді білмей, журналистсіз ба деп сұрап таңғалатын адамдар болды. Бірақ дегенімен енді өмір солай болар. Журналистика, Алла Гаврин айтады ғой, журналистика мені таңдады деп. Мені де дәл солай 2023 жылы Қостанай телеарнасының басшылығы менімен хабарласып, бізде осындай қазақ тіліне байланысты бір жоба
жүзеге асайын деп жатыр. Осы жобаға қатысқыңыз келмей ма деген ұсыныс тасталды. Әрине бұл менің арманым. Қуана екі қолыңызды көтеріп Иә, бірден бардыңыз. бірден барып жүгіріп келіп, әрине қатысайын. Мен үшін бір жағынан журналистиканың ішкі кухнясы қиын болды басында. 2-3 айдай үйрендім. Кішкене кейбір жерлерін үйрене алмадым, бірақ басшылық үйреніп кетесің, әлі-ақ барлығы жақсы болады деп. Енді осындай бір, әрине телеарнаға қазір оқуым болғандықтан телеарнаға деген осындай бір ыстық сағынышым бар. Бұл сағынышты енді жаз кезінде, жазғы демалыста Қостанайға барып бастым десем болады. Осы телеарнада 3 айдай кішкене қызмет етіп, қайта Астанаға өзімнің ғылыми зерттеуімді жалғастыруға келіп отырмын. Бағдарламаны жүргіздіңіз, қазақ тіліне қатысты. Білем, ішкі кухнясы өте қызық. Жалпы журналистиканың, телеарнаның бізде де бір жағдай болған. Мен де кезінде осы телеарнада жұмыс жасағам. Сол кезде бір бағдарлама дайындағанбыз. Сол бағдарламаны дайындаған кезде бір кадрларды алуымыз керек болды. Яғни ол түнде болатын болды. Бір арнайы зерттеу сондай болған болатын. Біз судың жағасында, қателеспесем, 4 сағат па 5 сағат болып отырдық. Бірақ соңында сол кадрды ала алмай кеттік. Сондай сияқты бір қызықты оқиғаларыңыз болды ма телеарнада жүрген кезде? Өйткені жаңа сіздің айтып отырсыз, осы ішкі кухня деп, қызықты неше түрлі жағдай болды деп, содан есіме түсіп отырғаным, мүмкін сізде де сондай бір жағдайлар болған шығар, қызықты есте қалған. Енді оны еске түсірсек, әрине өте көп, бірақ ең бірінші бағдарлама шығар. Мен үшін осындай бір ең толқитын сәт, себебі өзім енді ғана журналистикаға қадам басып отырмын. Қалай оларын білмеймін. Бір жағынан әрине концепциясы басында бар, сценарийда бар. Барлығы ақылдасып алынған. Бірақ енді өзім кішкене сондай камерадан жатырқап қалған сондай кездер болды. Әрине кейін былай бағдарламаларды қараған кезде үйреніп, әрине камераның алдында ашыласың. Дегенмен әрине 3 жастан бері балабақшаға барғаннан бері негізі сұхбат беріп жүрмін. Ең қызығы, сол Қостанай телеарнасымен бірге өстім. Өзімнің туған қара шаңырағым десем де болады. Осы 3 жасымнан аю отыр партада дейтін сондай бір тақпақпен осы сұхбатқа келіп оқығаным бар. Одан кейін әрі қарай былай жыл санап, есейе келе түрлі тақырыптарға сұхбат бере бастадым. Енді ассамблеяның төңірегінде де спикер болғаным бар. Осы төңіректе түрлі біздің іс-шараларымыз бар. Бұл іс-шараларды енді қазіргі таңда журналист ретінде әрине экранның арғы бетінен көрсетем. Бірақ кезінде өзім де экранда болып, осындай іс-шараларымыз өтті, бұндай мақсатта жұмыс істейміз деп біршама сұхбат бергеніміз бар. Дегенмен енді осы ең қызықтысы осы 3 жасымнан бері сұхбат бере бастағаным, ал кейін өзім 23 жылы осы телеарнаға жұмысшы ретінде, журналист, тілші ретінде келгенім шығар. Ал екіншісі әрине осы алғашқы бағдарламаның шыққан сәтті. Шыны керек, бұл жерде кішкене өзім ұялып тұрмын айтуға, дегенімен айтатын шығармын. Ең бірінші бағдарламам негізі эфирге шыға алмады. Неге? Кішкене барлығын тексердік, барлығы жақсы болды деп айта алмаймын. Бұл жерде кішкене өзім алғашқы рет бағдарламаны шығарғандықтан кішкене аса көңілден шыққан жоқ па, білмеймін. Кейін екінші бағдарлама енді эфирге шықты. Ал алғашқы бағдарлама енді кішкене эфирге шыққан жоқ. Осы бір қызық шығар. Сол кезде кішкене ренішім болды өзіме, көңілім түсіп дегенмен енді осындай
сәттер болып тұрады. Иә, бағдарламаны Болады. ашқан кезде қайта қарап, қалай мына жерім дұрыс емес екен, келесі былай айтайын деген, әрине ондай болады. Мгм. Түсінікті. Қазақ тіліне қатысты бағдарламаны жүргіздіңіз, одан Иә. кейін біз білеміз, қазақ тіліне қатысты курстар, семинар, тренингтер өткізесіз, қазақ тілін үйретесіз. Бұған қатысты сұрайын дегенім, жалпы бұндай телеарналық бағдарламалардан болсын, не болмаса сондай онлайн платформаларда, не болмаса офлайн жүргізген кезде жалпы қазақ тіліне қатысты Мгм. қандай да бір нәтиже бар ма, эффект бере ме ол жалпы мынау онлайн платформада ондай қазақ тілін үйретуге? Былай айтайын, негізі иә, Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатында сөйле клубының бірнеше жыл қатарынан осы тренері болдым. Осы өзімнің оқушыларыма түрлі методикаларды қолдануға тырыстым. Бұл Қанат Әтебеков ағамыздың ситуативті қазақ тілі болсын, тіпті әрбір жағдайда біз қандай сөздерді қолданамыз деген сияқты. Сонымен қатар біздің тіл қазына орталығы бар емес па, олардың тіл құрал, тағы басқа сияқты қосымшалары бар. Бұл қосымшаларды қолданып та көрдім. Иә, нәтижесі бар. Бір жағынан қарайтын болсам, енді оқушылардың өзінің ынтасы нәтижесін көрсетіп отыр, себебі әр сабақ сайын түсінбейтін нәрсені сұрап дегендей. Кейін мен Астанаға көшіп кеткенде жаңа мұғалім келді. Бұл мұғалімнің де өзінің қабілеті бар, өзінің осындай қарайтын болсақ көзқарасы бар сабаққа. Бірақ дегенімен енді оқушыларым Анель Витальевна былай түсіндірді деді, Анель Витальевна былай көрсетеді деді. Мен үшін бұл үлкен қуаныш, себебі менің айтқан сөздерімді енді айтып отырады ғой әріптестер, менің айтқан сөздерімді енді естеріне сақтап алып, қазіргі таңда қазақ тілін қолданған уақытта айтқан осындай бір мағлұматтарды қолдана алады. Осы ең бастысы осы олардың қазіргі таңда сіз айтып отырсыз ғой, жетістік, былайша жұмыстың жемісі бар ма деп. Осы нағыз жемісі деп ойлаймын. Ал екінші жағынан енді түрлі іс-шараларда спикер болам. Бұл іс-шараларда көбіне мен өзім қазақ тілін қалай үйрендім, және ең бастысы қазақ тілі маған қандай көмек берді, қазақ тілі мен үшін қандай жол ашты. Осы бағытта сөз сөйлеуге тырысам, себебі ең бірінші адамды енді тілді үйрену үшін ынталандыру керек. Біз ағылшын тілін не үшін үйренеміз? Себебі бізде ынта бар. Қандай ынта? Бұл бізде ең біріншіден шетелге шығып ел көру ынтасы, бір жағынан жаңа ілім білім алу ынтасы, себебі қазіргі таңда ғылыми тіл бұл ағылшын тілі. Және біз көбіне қазіргі таңда мысалға магистратураның өзінде ағылшынша кітап оқимыз, мақала оқимыз. Оны тіл білмесең өте қиын. Себебі аударманың өзі, аудармашы қосымшаның өзі дұрыс аудармайды кейбір сөздерді. Енді ол үшін үйреніп қалу керек. Және тіпті осындай ынтамыз бар болғанда, енді мен де адамдарды дәл солай өзімнің еңбек жолым арқылы, өзімнің жолым арқылы ынталандыруға тырысамын. Неки мен де және менің оқушыларымның қолынан шықты. Олар мақсаттарына жете алды. Сіз де жете аласыз. Ол үшін мынандай істерді жасау керек деген сияқты рет-ретімен айтуға тырысамын. Әрине, енді адамдар осы кездесулерден кейін келіп маған өздерінің сұрақтарын жаудырса, менің әлеуметтік желілеріме тіркеліп, өздері сұрап алады, сіздердің әлеуметтік желілеріңізді алуға бола ма деп. Сол әлеуметтік желіден дайректке жазып, кейде бірдеңе шықпай қалса, сұрайтын сауалдары болуы мүмкін. Және сауалдар бар әрине. Бұл кезде әрине көмектесуге тырысамын. Тіпті менің өзімнің сөйле клубымда сабақ беріп жүрген оқушыларым кейде жазып тұрып, сұрап тұратын жайлары бар. Және бұл үшін әрине өте қуаныштымын. Бірақ сіз онлайн платформа туралы айтып өттіңіз. Қазіргі таңда мен тек қана қазақ тілінен сабақ бермеймін. Сонымен қатар балаларға
орыс тілін де үйретіп жатқан жайым бар. Бірақ классикалық түрдегі орыс тілі емес, қазіргі таңда НЗМ, Назарбаев зияткерлік мектебі мен білім инновация лицейіне түскісі келетін, түсу арманы бар балаларға енді орыс тілін, оның ішінде оқу сауаттылығын, орысша мәтіндерді түсіну, осындай тақырыпта сабақ жүргіземін. Тіпті кейбір кезде балалар орыс тілін білмейді. Бірнеше ағымдағы балаларды үйреттім, бірнеше осы 3-ші жыл болып жатыр қатарынан жұмыс істеп келе жатқаныма бұл бағытта. Кейбір кезде балаларға қазақша түсіндірем орыс тілін. Ондай да кездер болады. Өте қызық, өте қызық. Жалпы бұл жұмысқа қазақ тілін үйретуге қатысты қалай келдіңіз және жалпы бұған не түрткі болды? Мектеп кезінен кейбір кезде нашар оқып жатқан балаларға қазақ тілін үйретуге шефство алатынбыз. Мектеп кезінен басталды? Мектеп кезінен, иә. Біздің мектеп директоры номер 20-шы орта мектебі Мариям Хакімжанова атындағы, сол Қостанай қаласындағы осы Шымболатова Ханзада Бектібаевна болатын. Ол кісі мынандай методиканы қолданатын. Өзі түсіндіреді, бірақ бала ең біріншіден басқа балаға түсіндірсе, өзі бұл тақырыпты тереңірек меңгереді. Ал екінші жағынан бізде ассамблеяда да ондай бір бағытта жұмыс істейміз ғой. Жастар тілімен жастар өзінің жастас адамдарына түсіндірсе, жақсырақ жетеді деген осындай бір оймен біздерге әрқашан мүмкіндік бере бастады. Бұл жақта енді мен үшін қуанышты жайт, дәл сондай өзге этнос өкілі менімен бірге оқитын сол белорус қыз болатын. Ол көбіне сол қазақ тілінен 2-3 дейтін бағаларды алып қалатын. Жағынан білмеймін, түсінбеді ма тақырыпты, немесе өзі ашыла алмады ма. Бірақ мен кішкене жол ашып, көмектесе бастағаннан кейін өзі қазақ тілінен 4-тік бағалар ала бастады. Осыдан басталған шығар. Сонымен қатар тіпті балалар шығармашылығы мектебіне барып жүрдім деп отырмын ғой. Ол кезде жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымы болатын. Бірақ балалар тіпті қазақ мектептерінен ғана емес, орыс мектептерінен де болды. Олар да өзінің көшбасшы ретінде көрсеткім келеді, қазақ тілін үйренгім келеді деген ниеттері болды. Оларға да көмектестім. Бір жағынан сабақтарында бір қиындық бар болса, бұл жаттығумен көмектесіп жіберші деген бір өтініштері бар болса, әрқашан сөздерін жерге тастамай, сол кезден бастап көмектестім. Ал 22-ші жылдың соңында, 23-ші жылдың басында маған осы Аманат партиясының жастар рухы жастар қанатының жанындағы осы облыстық жастар қанатында Серік Манаспаев дейтін көшбасшы болатын. Сол кісі маған осындай сөйле клубы ашылып жатыр, бізге еріктілер керек деп айтып отырды. Ал бір жағынан мен де бұл жобаға қызыға бастадым. Неліктен? Себебі оны әлеуметтік желілерден көрдім. Мінекей Яков Федоров дейтін кісі бар, қазақ тілін емін-еркін үйренген. Сол кісінің бастамасымен өзі жариялай бастады, осындай клуб ашамын деп. Мен де ойладым, өзім қалай көмектесе алам. Ал бір жағынан енді маған да ұсыныс келіп жатыр. Қорқытым, толқыдым, бірақ дегенімен бірінші сабақтан келе адамдардың маған қалай тартылып келе жатқанын, өздері үйренем, оқим, тоқим дейтін ынтасы бар болса, мен қалай көмектесе алмаймын? Әрине көмектесемін деп, бұл жобаны 2 жыл қатарынан жүргізгенім бар. Және ең қызығы бұл жерде өзім оқуды алып жүрдім. Бір жағынан тағы бір негізгі жұмысым телеарнадағы жұмысым болды ол кезде. Бірақ осының барлығын бірге алып келе, шаршасам да бұл сабақтарға келіп, екінші демім ашылатындай осы адамдармен жұмыс істеп, өзім де бір энергия жинап алатын сондай бір керемет шақтар болатын. Керемет. Осы сұхбаттың басында, подкасттың басында айттыңыз, Қазақстан Халқы Ассамблеясына жалпы ән айтып келдім дедіңіз. Неше жасыңызда келдіңіз жалпы ассамблеяға? Және де сол бір кезді еске алайықшы, қалай болды, қандай іс-шара болды, кім шақырды сізді, қандай жағдай болды?
Иә, ең біріншіде Қазақстан Халқы Ассамблеясына келемін деген арманым болды. Себебі білуімше тіпті атам да осы ғылыми эксперттік топ құрамында жұмыс істегені бар. Сонымен қатар әрине өзі үлгермеді, бірақ КГП болатын, бұрынғы КГП, педагогикалық институт Қостанайдағы. Сол кезде ассамблея кафедрасы ашылатын. Ол кафедраның меңгерушісі болуы керек еді, бірақ кішкене үлгермеді. Осы кішкене әттеген Айсат дегенімен бала кезімнен осы ассамблея жайында естігенім бар. Кейін әрине 5-ші сыныпта мынандай жағдай болды. Қазақ тілін жақсы үйренгенімнің арқасында бір ассамблеяда кереметте бір форум өтті. Осы облыстық ассамблея төңірегінде. Сол кезден бастап әрине менің мұғалімім дайындай бастады. Ол кезде докладпен шығып, осы өзім жайында біраз ақпарат беріп, қазақ тілін үйрену керек деген месседжді тастаған едім. Ал осы ассамблеяға келуім 17-18 жылдардан басталды. Ең бірінші бізде балалар шығармашылығы мектебінде Құрылтай деген этномәдени ұйым болды. Ол жердің төңірегінде түрлі этностардың тарихымен таныса бастадым, өзі бұл ұйымның көшбасшысы болдым. Ал осы кезден қатысқым келеді, ассамблеяның іс-шараларына өзім белсене араласқым келеді деген ойым болды. Бірақ қалай түсерімді білмедім. Қалай барарымды білмедім. Мен білмедім ғой, бұл мекемеге келіп, мінекей, мен сіздердің белсенділеріңіз болғым келеді деп айтсам да жеткілікті екенін білмедім. Шыны керек. Бірақ жағдай солай болған шығар. Енді журналистиканы қатар алып жүрдім деп айтып отырмын ғой. Сол журналистикаға бірге келіп жүрген құрбым былай айтады: ассамблеяға біздің татар башқұрт ұйымына белсенділер керек. Жақында татар қызы деген бір іс-шара болайын деп жатыр. Сонымен қатар Сабантуй мерекесі болайын деп жатыр. Бізге қатысайын деген белсенді жастар керек. Жақсы, қарап көрейік деймін. Бір жағынан татар этносының да тарихымен, мәдениетімен танысайын деп шештім. Сосын келе сала өзім жұмысқа кірісе бастадым. Ән таңдадық. Бір жағынан бида кішкене шағын былай сахнада қақиып тұрмайсың ғой. Соған байланысты енді түрлі қимылдарды үйрене бастадық. Өзім хореографиялық мектепті бітіргендіктен кішкене мен үшін бұл қиын болмады. Бірақ енді сол қыздармен жұмыс істей келе өзіміз сахнаға шықтық. Бұл менің енді ассамблея төңірегінде сахнаға шыққан алғаш сәтім. Одан кейін көрініп, мені Ночь в доме дружбы дейтін осындай бір дәстүрлі іс-шараға шақырды. Бұл іс-шараның төңірегінде әрине осы кешкі сағаттан бері түнге дейін, түнгі 12-ге дейін ассамблея өз есігін ашып, День открытых дверей сияқты түрлі форматтағы сайыстарды, акцияларды ұйымдастырады. Сонымен қатар ассамблеяның жұмысымен таныстырады. Бұл кезде де өзімді көрсетіп, енді тіпті ән айта аламын, сонымен қатар қазақ тілінде сөйлей аламын деген осындай бір қабілеттермен көрініп, мені іс-шараларға көбірек шақыра бастады. Және қазіргі таңда енді мен өзімнің сол Дания құрбыма өте ризамын. Сол кезде мені шақырып осылай тартқанына. Себебі қазіргі таңда ассамблеяның арқасында, ассамблеядағы жасап жатқан жұмыстарымның арқасында өзімді түрлі рөлдерде осындай бағымды сынап көрдім, көріп көрдім. Тіпті әзіл-сықақ, жайдарман болсын, әнші болсын, спикер болсын, көшбасшы болсын, түрлі бағыттарда осылай бір дамып келемін деп айтсам болады. Керемет. Дания құрбыңызға онда үлкен жалынды сәлем. Ең ассамблеяның есігін ашқан сол құрбыңыз екен. Жалпы осы ассамблея мына қазақ тіліне қатысты сізге қандай да бір көмек көрсетті ме? Жаңа өзіңіз айттыңыз, біздің жалпы ассамблеяда да сондай өте бағдарламалар көп деп қазақ тілін үйретуге қатысты. Сол бір-екі мысалыңызды айтып өтсеңіз. Қалай көмектесті, жалпы қандай бағдарламалары бар? Білеміз, осы жақында ғана Ұлы Дала ұлтаралық форумына қатысып, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Одан басқа қандайлары бар?
бұл тұста айта кетерім, әрине қазақ тілін үйрену барысында ең бірінші сол 5-ші сыныпта ассамблеяға келіп, ассамблеяның не екенін іштей көріп, жалпы сахнада сөз сөйлегенім болар. Бұл мен үшін ең алғашқы сондай үлкен іс-шаралардың бірі болатын осы мемлекеттік тілге байланысты. Кейін енді қазақ тілін үйрете келе, өзім оқытушы жолына түсе келе, мектеп кезінен басталды деп отырмын ғой. Енді 2019 жылы ең алғашқы Ұлы даланың ұлтаралық тілі форумы өтті. Осыдан бастап енді спикерлік республикалық алаңда спикерлік жолым ашылды десем болады. Бірақ бұл алаңның төңірегінде түрлі дос таптым және түрлі кейстерді естідім. Осы кейстерді құлағыма түртіп, қазақ тілін осылай үйренуге болады, осылай тіпті үйретуге болады деген осындай көмегі болған шығар. Сонымен қатар енді жыл сайын тілдік мектептер жобасы іске асырылып жатыр. Бұл жобаның төңірегінде бізде осы түрлі лагерлерге барып, жыл сайын түрлі қалаларда болады ғой, түрлі өңірлерде адамдармен танысып қана қоймай, сонымен қатар осы қазақ тілін тіпті түрлі этнос өкілдеріне ғана емес, шетелдік азаматтарға да үйретіп жүрген спикерлер баршылық. Сол спикерлер үйретеді, түрлі дағдыларды көрсетеді, түрлі методикаларды көрсетеді. Соларды түртіп қойып, кейде өзімізде қолданамыз. Сонымен қатар енді Қанат Тәсібеков ағамыздың осыдан бұрын айтып кеткен ситуативті қазақ тілі методикасы бар. Осы методиканың барысында әрине некей түрлі жерлерге байланысты өзінің сөздері бар. Осы жерлерге байланысты адамдар диалогтарды меңгеру керек екен ғой деген ойды түртіп мен де қолдандым. Тіпті бірнеше мәрте осы кісінің мінберлерде кітаптарын жинап алған кездерім болды. Тіпті осы кісінің 2 кітабын ұтып алдым деп айтсам болады. Жаңа сондай бағдарламаларға қатыстыңыз, неше түрлі Қазақстан Халқы Ассамблеясының және де осы лагерлерге бардыңыз. Өте көп ондай лагерлер, мысалы оның бірі Жастар Генерейшн, ассамблея жастар ұйымдастырады. Одан қалды бірлік лагері осы жылда өтетін. Сол жақтарға қатыстыңыз және де өзіңіз айтқандай түртіп алып жүрдіңіз неше түрлі кейстерді. Жалпы одан және де біздің мына подкасттың ең басты бағыттарының бірі ол қалай айтсам екен, танымдық. Яғни осы шамалда болсын бір нәрсе үйрету болғандықтан өзіңіздің осы қазақ тілін үйренуге, меңгеруге деген үйренем деп жүрген адамға ең бір тиімді тәсіліңіз қандай? Жалпы осы сабақ беріп жүрген кезде осы бағытпен кететін болсаң, тездетіп меңгере аласың. Яғни мысалы дежурный сөздерді, мысалы былай айтқан кезде нан сұрай алатындай, былайына жалпақ тілмен айтқан кезде сондай бір бағыттарыңыз бар ма? Ең тиімді тәсіл қалай үйренуге болады өзіңіздің жалпы тәжірибеңізде? Ең бірінші айтарым, енді ағылшын тілін қалай үйреніп жүрмін, соған мән бұрайық. Ең бірінші енді магистратураға келген кезде әрине кішкене біршама ағылшын тілін білдім, былай оқи аламын деген сияқты, бірақ өз ойымды жеткізу керек. Бұл бағытта енді біз түрлі кітаптарды оқимыз деп алдыңғы сөздерімді айтқан едім. Бірақ енді бұл кітаптың кейбір кітаптардың орысшада аудармасы бар. Мысалға, дәл алдыңа ағылшын кітабының нұсқасын қойып, орыс тіліндегі кітабының нұсқасын қойып, екеуін салыстырамын. Сол кезде кейбір сөздер есімде қалып қояды. Дәл солай қазақ тілімен де жасасақ болады. Ең бірінші сондай бір лайфхак десем болады. Егер сіз мәдени қазақ тілін үйренгіңіз келсе, сондай бір жағынан, екінші жағынан сөздік қорыңызды қалыптастырғыңыз келсе, осылай қазақ тіліндегі және орыс тіліндегі аударма кітаптар бар емес па, соларды бір-бірімен салыстырып оқысаңыз, сол сөздік қорыңыз қалыптасады дегім келеді. Ал екінші бағыты, бұл әрине енді
өзімнің бағдарламам жайында айтайын. Дәл сондай қазақ тілін үйреніп келе жатқан, үйренген жандармен олар қазіргі таңда қолжетімді ғой, адамдармен сөйлесу, тіпті әлеуметтік желілерде бұл адамдарға өтініштерін жазып, сұрақтарын жолдап жатса, олар көмектеседі деген ойым бар. Тіпті өзім де көмектесуге дайынмын. Сонымен қатар енді қазіргі таңда осы өзімнің бағдарламам жайында айтайын. Тіпті Қостанай телеарнасындағы «Время говорить» бағдарламасында көруге болады. Қазіргі таңда бұл бағдарламаның 6 бөлімі шықты. YouTube платформасында Қостанай ТВ сайт немесе сайт qostanaytv.kz бұл платформаны тауып архив бөліміне өтсе, тіпті осы ситуативті қазақ тіліне байланысты түрлі сөздер бар. Бұл дегеніміз ат үстінде, тіпті осы сонымен қатар садаға ату барысында, ауруханада, саябақта, тіпті асханада, түрлі осындай бір мекемелер, ұйымдар, мектепте де болсын, қандай сөздерді қолдануға болады екен, осыны меңгере алады көрермендер. Және ең бірінші осы тірі мотивация бола алатын осы қазақ тілін меңгерген жандардың сұхбаты барысында олар өздері сол белгілі бір жерлерде, жаңа ғана айтып отырмын ғой, ас үйде болсын, ауруханада болсын, мектепте болсын, тіпті садаға ату барысында болсын, тіпті қолөнер, киізден сурет басып дегендей, осы сурет барысында әңгіме дүкен құрып, түрлі сөздерді үйренуге болады. Тіпті біздің диалогымызды естіп. Бұл сондай бір кеңестер шығар. Дегенмен енді тағы бір кеңес, әрине, бұл жаңа ғана айтқандай түрлі мекемелерге байланысты, мысалға күніне аурухана тақырыбын алып, мысалға қазіргі таңда сол тіл қазына орталығының тіл құрал дейтін қосымшасы бар. Ол iOS-та да, Android-та да жұмыс істейді. Енді бұл қосымша арқылы біз кезінде балаларға сабақ беріп, дәл сондай Қазақстан Халқы Ассамблеясының Сабина Пак дейтін белсенді мүшесімен бірге біршама балаларды үйреттік. Осы қосымшаның септігі өте көп, өте мол. Және бұл жерде де ауруханада, тіпті қызмет көрсету орталығында, мектепте, тіпті түрлі іс-шараларда қандай сөздерді үйренуге болады. 10 сөзден жаттап тұрса, біздің көрермендер, бұл өте тиімді болар еді. Себебі күніне 10 сөз жаттаған адам жыл сайын енді 3000-дай сөз меңгереді. 3600-дай сөз меңгереді. Бұл өте керемет болар еді. Жаңа өзіңіз айтып отқандай, екі кітапты салыстырып, солай да үйренуге болады деген секілді бір мысал ретінде айтайын. Менің бір таныс досым бар. Сол кезінде студенттік кезде бір іс-шарада ма, есімде жоқ. Сол кезде бір түрік баламен еркін түрікше сөйлесіп тұр. Айтамын, сөйлесіп болғаннан кейін айтамын, сен қалай үйрендің мына түрікті? Сен вроде бы сен орысшаны білмейсің, басқа тілдерді білмейсің, тек қазақша мен түрік тілін қайдан үйрендің десем, сөйтсем ол түрік сериалдарын бірыңғай түрікше қарайды екен, бірақ астында титрлар қазақша жүреді ғой. Сонымен салыстырып отырып, содан меңгеріп алыпты түрік тілін. Емін еркін меңгеріп алған. Ондай да біршама мысалдар бар екен. Қазіргі таңда тағы да бір танысым, ол кісі қазір Турцияда тұрып жатыр. Түрік тілін де еркін меңгеріп алған, осылай меңгерген екен. Керемет кейстер. Иә. Сондай бір мысалдардың бірі, жалпы үйренем деген. Ең бастысы ұялмау керек, ынталану керек. Ең бастысы сол деп ойлаймын. Осы сондай бір курстарда, қазақ тілін үйретуге қатысты курстарда, жалпы курстардан кейін аудиторияның реакциясын қалай байқайсыз? Сізге келе ма, не болмаса әлеуметтік, өзіңіз айтып отырсыз, әлеуметтік желілерге жазады деп, тағы да қандай реакциясын қалай байқайсыз? Дәл сол сіз өзіңіз менің сөзімнен байқап жатқандай, әлеуметтік желілерде, тіпті шаралардан соң өздері келіп, кейбір сұрақтарын жолдайды дегендей. Ал тағы бір сондай бір
қаншалықты жақсы үйреттім дегенде енді оқушылардың өзі ынталанып көрсетеді. Мысалға, дәл сол сөйле клубына оралайықшы. Мысалға, менің бір оқушым Өтеген Көжекеев дейтін атамыз жалпы зейнеткер. Мәскеуден көшіп келген. Бар саналы ғұмырын сол Мәскеуде өткізді. Бірақ қазіргі таңда Қостанай өңіріне, дәл сол туған өлкесіне қайта оралды. Қазақ тілін үйренемін деген ынтасы болды. Және бұл ынтаға жету үшін өзі мысалы аударма деп жатырмын ғой. Түрлі сондай бір өлеңдерді аудара бастады. Соның ішінде Мұқағали Мақатаев, Қасым Аманжоловтың өлеңдерін жақсы көремін дейді. Бұл өлеңдерін енді қазақшадан орысшаға аударуға тырыстым. Мінекей мына сөздің өзі келіп маған, ал мына әдеби сөз ғой, мына сөздің аудармасы қандай екен? Мына сөздің баламасын айта аласыз ба? Маған көмектесе аласыз ба? Ұйқастыру керек еді, былай өлең аударып жатырмын деген осындай бір өзінің ниетін білдірді. Әрине көмектестік, және дәл сондай нәтиже бар екен. Екінші жағынан Рита Садыкова деген бір оқушым болды. Қазіргі таңда қазақ отбасының келіні, 15 жылдай болды, бірақ қазақ тіліндегі тілі шорқақтау еді. Ал маған келе, мен тіпті сол сөздік қорын байытумен ғана айналыспаймын, сонымен қатар сол оқушыларымды қазақ мәдениетіне тартуға тырысамын. Біз театрларға бардық, біз сонымен қатар өлең айтуға тырыстық, караоке кештер жасап. Бұл бір жағынан тілдік акцентпен жұмыс істеуге көмектеседі. Және бұл арқылы тілдегі акценттердің жоюға тырыстық. Қазіргі таңда осы кісі қазақ тілінде кереметтей өлең шырқап жүр дегендей. Осындай бір түрлі кейстер бар. Керемет. Және бұл арқылы әрине жұмыстың нәтижелі екенін көре аламын. Керемет. Мәдениет демекші, осы жақында біздің Қазақстан Халқы Ассамблеясының 1000 бала республикалық мәдени ағартушылық жобасы өтті. Сол жобада бір ақтаулық қатысушымен сұхбаттасып отырған кезде домбырада енді еркін ойнайды. Ақтаудан келіп отырғаннан кейін өзіңіз біліп отырған шығарсыз қандай күйді. Адай күйін өте керемет меңгеріп алған. Және де сұраған кезде сен осы қазақ тілін қалай үйрендің деген кезде, мысалы домбырамен қатар қазақ тілінде еркін меңгеріп отыр. Бірақ бұл тұста айтып өту керек нәрсе, қателеспесем Қазақстанға көшіп келгеніне көп болған жоқ. Түркия мемлекетінен келді. Көшіп келген түрік жігіт қазақ тілін еркін меңгерген, және де домбырада еркін ойнап отыр. Жалпы қазақ тілін қалай үйрендің деп сұраған кезде мәдениет арқылы, яғни домбыра арқылы келдім дейді. Яғни домбыраға қызыққан, сол қызығу арқылы тілді де меңгерген. Тағы да бір мысал, шетелдегі әнші қыз, өзіңіз көрген шығарсыз, әлеуметтік желіде шығып жатыр. Димаштың өлеңдерін, Димаш Құдайбергеновтың жалпы туындыларын, жалпы өнерін бағалап, сол арқылы қазақ әндерін жаттап үйреніп бастаған, содан қазақ тілін жаймен үйренген екен. Осы тұста да қазақ тілін еркін меңгеруге, қазақ тілін үйренем дегенге бір мәдениет арқылы келуді тоже бір кейс деп ойлаймын негізі. Әрине. Тіпті «Время говорить» бағдарламасы жайында, енді бұл бағдарламаның қазіргі таңда 2-ші маусымы шығып жатыр. Менің шығарып жатқан осы ісімнің төңірегінде. Ал осы 1-ші маусымында біз тіпті сөздік қорды жинау, сонымен қатар кейіпкермен сұхбат, және ең бірінші кейіпкерді мәдениетке тарту. Бұл кейіпкерлерді мәдениетке біз жастар, бүлдіршіндер арқылы тартуға тырыстық. Қалай дегенде, тіпті балабақшаларда, мектептерде түрлі этнос өкілдері оқиды ғой, тіпті қазақ тілді мектептерінде, мемлекеттік тілдегі мектептерде. Олар түрлі осы мәдениетке байланысты өздерінің ақылдарын айтады. Кейде өзінің өлеңдерін оқиды. Сонымен қатар әндерін шырқайды. Мінекей қазақ тілінің мәдениеті қаншалықты керемет. Балаларды үйреніп, сіздерде бұл балалардың үйренген өлеңдерін сіздерде үйреніп, тілге деген, мәдениетке деген қызығушылықтарыңызды білдіріңіз деген ниетпен жасаған едік. Енді қазіргі таңда 2-ші маусымының кішкене осы көрерменге берер әсері кішкене өзгеше. Бұл жерде түрлі мекемелерде, түрлі жерлерде қазақ тілін үйренуге болады, сіздер де үйрене аласыздар деген осындай бір ойды
беруге тырыстық. Дегенімен қазіргі таңда көрерменнің ойынан, көңілінен шығып жатыр деген ойдамын. Және оны кейде мені танып жататын көрермендеріміздің арасынан естіп те жүрмін, көңілдерінен шығатыны. Керемет. Жалпы Анель ханым, сіздің өзіңіз қалай түсінесіз мына бірлік, достық деген ұғымдарды қалай түсінесіз өзіңіз? Әрине, бірлік, достық мен үшін өте сондай ыстық мағынадағы сөздер. Неліктен? Себебі біз айтамыз ғой, бірлік бар жерде тірлік бар. Әрине. Былай қарайтын болсақ, әрине, біз түрлі этнос өкілдері шоғырланған мемлекетте тұрамыз. Әрқайсымыздың өзіміздің бір мәселеге қатысты көзқарасымыз бар, мәдениетіміз бар. Дегенмен бұл мәдениет тоғысқан жерде адамға деген құрмет, адамға деген ізгі ниет, сонымен қатар осындай бір кереметтей ұғымдар пайда болады. Және ең бастысы, тіпті біз Қазақстан қандай жағдайға тап болмасын, бұл әрине енді су тасқыны да болды. Әрине. Біздің Қостанай өңірінде орманда өртенген кездер болды. Сол кезде Қазақстан Халқы Ассамблеясының тіпті мүшелерінің де қаншалықты бірлікте екенін көрсете алды. Бұл дегеніміз әрқашан бір-біріне қолғабыс бола алғаны, әрқашан бір-біріне қолдау демеу беріп жатқаны өте сондай көзді қуантатын, тіпті көзді ғана емес, жүректі қуантатын сондай бір жайттардың бірі. Және мен бұл сөзді шынымен де солай түсінемін. Қазіргі таңда өмірде ең басты адамды қанаттандыратын бұл арман және достары. Достармен бірлікте болған кезде және достарының өзіндік бір мысалы арқасында басқа адам да жетістікке жете алады. Және бұл басқа адамдарды, қарап жатқан адамдарды одан әрі мотивация тудырып ынталандырады. Қазіргі таңда физикада цепная реакция дейтін бір ұғым бар емес па? Дәл сол сияқты. Бұл екі ұғым ізгілік пен жақсылықтың нышаны. Керемет, өте керемет. Жауабыңызға рахмет. Айтылмай қалған сөздер, мысалдар, әңгімелер қалды ма әлде? Былайша айтатын болсақ, енді өзімде адамдарға мотивация болуға тырысам деп айтып отырмын ғой. Қазіргі таңда қазақ тілі мен үшін үлкен жол ашты десем де болады. Тіпті енудің қабырғасына келген кезде, мінекей біздер былайша айтқан кезде бізді орыс тобына, қазақ тобына түскен едік, бірақ орыс тобында адамдар жетпей жатыр деп бізді осындай ұсыныс берді. Жақсы, бәрібір үш тілді де қатарынан білеміз деп осы орыс тобына көшкен едік. Дегенмен бұл жерде поли тілді ағылшын, орысша, қазақша үйренеміз. Сол кезде Қазақстан Халқы Ассамблеясының бір мүшесі, біздің профессорымыз Тілеген Садықұлы менің Пимичева Анель Витальевна, бірақ қазақша сөйлейді деп таңғалды. Мен айтамын, мен сонымен қатар Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесімін дейді. Ол айтады, о, керемет, сен біздің студент магистрант емессің, сен біздің әріптесімізсің деп мені тіпті жас ғылымдар клубына шақырды. Қазіргі таңда бұл клубтың төрайымымын, тең төрайымы. Осындай бір Астанада мүмкіндік ашты, мысалға қазақ тілін білу арқасында көзге түстім. Ал мектеп кезінен бастап тіпті 2019 жылы президенттен алған алғыс хатым бар. 22 жылы президент дәл сол біздің Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтан құрмет грамотасын алған кездерім болды. Бірнеше төсбелгім бар. Осы қазақ тілін дамытып келе жатып адамдарға өзімнің бір месседжімді, осы тілді осылай үйренуге болады деген көзқарасымды білдіру арқасында осындай бір жетістіктерге жетіп отырмын деген сияқты. Және тіпті мен осындай жетістіктерге жетіп отырсам, мысалы қарапайым отбасыдан шыққан қыз деген сияқты, кәдімгі Қостанай сияқты қарапайым қаладан, Астанадан емес деген сияқты. Тіпті біздің көрермендер де дәл сондай жетістіктерге жете алады деген ойды білдіргім келеді. Сондықтан талпыныңыздар, ерінбеңіздер, ең бастыдан осындай бір тілегім бар. Керемет, рахмет көп. Біздің осы студиямызға, жалпы подкастқа келгеніңізге, уақыт тауып келгеніңізге көп рахмет. Аман сау болыңыз, бай қуатты болыңыз.
Олай болса, құрметті көрермендер, біздің подкасты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше, ал сіздер егер подкастымыз ұнаса, лайктарыңызды басып, үлпілдеріңізді басып, біздің арнамызға тіркеліңіздер. Рахмет, келесі кездескенше.